Классикалық салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажетті заттар: саланганидың бір қаптамасы, 500 грамм сиыр етінен туралған фарш, 2 дана жұмыртқа, 325 грамм пияз, 1,5 ас қасық паприка, 2-3 бөлік сарымсақ, 225 грамм ашылып туралған сәбіз, 200 мл күнбағыс майы. Дәміне қарай тұз бен бұрыш қажет. Салманы дайындау үшін фаршқа қосуға бізге туралған сарымсақ, 175 грамм пияз, паприка, жұмыртқа, май қажет. Тұз бен бұрышты дәміне қарай қосамыз. Әрі қарай барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында өнімнің орамын жай ғана бір-бірінен ажырата отырып, салманы тығыздап салуды жалғастырамыз. Нәтижесінде фарш пен тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, орнықтырады. Биік таба ыдыста қалған күнбағыс майына ұсақтап туралған пияз бен сәбізді 2-3 минут қуырамыз. Сонан соң дайындалған қуырмаға саланганиді тігінен бір-біріне тығыз орналастырып, оның жоғарғы деңгейіне дейін қайнаған ыстық су құйып, тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап 5 минут күшті отта, 7-10 минут қақпағын жауып, бәсең отта қайнатамыз. Салангани тағамын абайлап, төгіне демей отырып салыңыз. Дастарханға ыстық күйінде дәміне қарай балғын немесе маринатталған көкөністермен, кетчуппен, майонезбен немесе тұздықпен ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.